Осыдан 2 жыл бұрын мен осы Астанаға көшіп келдік, әйеліміз екеуміз. Арайлым деген қызым бар, кішкентай, үшеуміз. Мамаға айттым да, мама, Арайлымды алып қаласыздар ма? Біз енді көшіп бара жатырмық, шамалы үй алып алғанша, жағдайымыз жасап алғанша. Ол мама айтты. О, қой сен қызың деген мазаң, ол бізге көнбейді, итак 2 балаңды алып қойып жатыр, соған рахмет айт деп. Енді Арай жайлы сосын айтам. Сонда мен таң қалдым да, біз примерно 6 ай тұрдық Астанада. 6 айдан кейін әйелім айтты, мен кетем ауылға деді. Мен айтам, неге кетесің? Жұрт деген Астанаға жете алмай жатыр, енді келіп жатыр, қайда барасың десем, маған айтады, Астанада не істейміз дейді. Баратын жер жоқ дейді. Неге жоқ десем, айналып Қаншатырға барасың, Мегаға барасың, Азия паркқа барасың, Сарыарқаға барасың, Бәйтерекке барасың, Думанға барасың, Нью-Йоркке барасың. Одан артық не керек бар деймін да саған? Не керек енді одан артық саған? Не керек енді? Ауылға айтам дейді. Енді ауылға бардың ал. Ауылға барсаң қайға барасың десем, Әкімжан үйіне барам, Дәурен үйіне барам, Жақсыгүлдің үйіне барам, қайын жұртыма барам, Абайға барам, Сәкенге барам дейді. Мен айтам, сен есің дұрыс па, оларға барғанда не істейсің десем, ол айтады, қанат түсінші дейді. Астанада менімен бірге өсек айтатын адам жоқ дейді. Өсек айтуға қол тимейтін астаналықтар, мерекелеріңізбен! Әлемде қанша ұлт бар, Астанасы жоқ. Ал біз жылда Астанамызды тойлаймыз. Құтты болсын Астана деп бір қошемет қойдық. Негізінен құрметті көрермендер, мен қазір ренжіп жүрмін. Мен ренжіп жүргенде бір әшейін ренжіп жүрген жоқпын. Өте қатты ренжіп жүрмін. Өте қатты ренжігенде де кәдімгі өте қатты бүтін оннан өте қатты ренжіп жүрмін. Жоқ деймін да, менің жерлестеріме күн бермейді ешкім. Бүкіл әлем, олимпиада, жаңа спорт бір комитеттері айналып келіп Ильяға тиісе береді. Мен айтам, ол олимпиадаға бармайды ол. Болды, спорттан шектетіледі дейді. Мен айтам, нелерің бар ол балада? Не істеп қойды сендерге? Не істеп қойды десем, ол айтады, айналып қанат түсінсейші дейді. Ол допинг ішкен дейді. Іші не алады екен? Кім ішпей жатыр ол допингті? Не ішіп алып сендерге бірдеңе деп жатыр ма ол? Біреудің мазасын алып жатыр ма? Біреуді қиратып жатыр ма? Ішкеме ақылмен ішіп жүр ол. Көтер деген теміріңді көтеріп жатыр. Туыңды желбіретіп жатыр. Не қылады екен іші? Ішін біздің қызылордалықтар Илья жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емес. Ол өйткені Қызылордаға керек десең спорт алаңдарын жетімдер үйіне, қарттар үйіне көмектесіп жүр. Ішкен адам сондай істей ма? Ішін не? Ода тұрған не бар екен? Менде шем арасында. Жоқ, бірақ Ильяда қызық бірақ. Ішкеннен кейін көзге түспей жата қалу керек қой. Жоқ, Илья ол еркек. Ол ер азамат, жігіт. Ішше қойып кете алады. Ол подаведіп аларға қиын да. Әйел адам бір ішке тоқтамайды, оны білесіздер. Мен соған ренжимін. Мен жалпы допинг деген не деген сұраққа жауап іздедім ғой интернетке кіріп. Сөйтсек, допинг деген сөз ағылшын тілінен аударғанда доп деген күшті деген мағынаны білдіреді екен. Ал допинг деген, енді білмеймін, мен өзгесін айтам оны. Сол доп күшті деген мағынаны білдіреді екен. Мен ойлап қоямын, сол допинг енді адамға ішсе, күш береді екен. Анан ішкен адам оның қорықпайды екен кәдімгідей. Мен сол ойлап жүрмін, мен осы әйеліммен допинг ішеді ау деймін да мен. Допинг ішеді, точно ол допинг ішеді. Өйткені ол келін болып түскен кезде аспириннен басқа ештеңе ішпейтін адам ғой. Моп-момын, қой аузынан шөп алмайтын адам кәдімгі. Ойбана менің әйелім ба деп бүйтіп. Кейін ол допинг ішті. Я атасынан қорықпайды, я енесінен қорықпайды, я менен қорықпайды. Бір жатқан күш жатқан. Менің әйелім бүкіл әйелдер ішеді қазір допинг. Езгіп жүрген біз алаңыз. Рас қой. Егер әйелдердің қанын тексереді десе, мен әйелім бірінші беремін. Егер қанның құрамынан допингтің белгілері табылса, мен осы уақытқа шейін берген ақшаларымды, тапқан табысымды алып қоямын мен. Ол деген сөз, ол деген, мен күштеп тартып алды деген сөз ол. Не деген масқара? Мен өзім ішіп көрейінші дедім шыны керек допингті. Ол қандай әсер береді екен адамға деп іштім. Біреуін іштім. Әсер етпейді. Екеуін іштім. Чувства жоқ та. 10 іштім. 1-2 сағат передозировка, сондай болып қалдым шамалы 1-2 сағат. Сосын екеуін ғана ішіп күттім. Былай күттім, бүйтіп жүрдім. 200 километр жүріп тастаппын сөйтіп.
мына күшті екен ғой деп бір идея келді маған. Ой келді да, менің бір ауылда досым бар. Байғұс, ана момын да. Бала кезімде тай құлындай тебісіп өскен жан досым енді. Шаңырақ қалай көтерді, әйел басып жатыр ғой ана. Қашады ғой көшеден, әйел қуып жүріп ұстап алады да, оқтау тәбішке демейді, ұрат жұрттың көзінше. Мен айтам, жаныма шейді, ей досым, ей еңсеңді көтерсейсің шамалы. Ей баяғыда тай құлындай тебісіп өстік қой, тебісей сөйтіп. Айтқан істемейді, сосын ойладым, бір допинг берейші осыған деп. Бір кейін қайтарсыншы әйелінен деп. Екі түйір допинг бердім. Анан ішіп алғаннан кейін анаған әсер етті ғой. Әйелі қуады ғой, жеткізбейді. Қашып кетеді бірден. Мен мықты екен деп қалдым допингтің үшін. Мен Қалжан Ахун дейтін ауылда, мен ғана емес, досым ғана емес, бүкіл еркектер басылып қалған ғой. Ауылдың билігін әйелдер қолына алып алған. Шмән сияқты кемпірлер, ақсақалдар төрағасының орнында отыр қазір. Бүкіл ауылдың еркектерін жинап алдым. Көтергім басты дедім, жасыма босқа, жұмыс істейік дедім. Билікті қолымызға алайық, мынау не масқара? Еркек емес, ез болды қалаңыз. Бір допингтен ішіп алыңдар, әйелдерге көтерлік дедім. Жеңістің туын желбіретейік дедім ана жігіттерге. 60 еркек шықтық, бәрі бір допингтен ішіп алып, әйелінен өте қатты қорқатындар үшеуінен ішіп алып, ойламаған жерден әйелдерге тұтқиылдан шабуыл жасадық қой. Ойба, таң қалдым мені. Сізден допинг ішпек, аспирин ішпек, ана бізбен 3 сағат күресті қойналар. Ең соңында жеңдік ақыр, допингтан допинг қой. Жеңіп, көк туды желбіретіп, екінші әрі еркекке көтерілмейтіндей қып, кәдімгі аузынан сөйлетпейтіндей қып, ауылдың сыртына дейін қуып жібердік әйелдерді. Сөйтіп ауылдық өзіміз қалдық еркектер. Ақсақалдар төрағасын сайладық. Қалжан Ахун дейтін ауылдың атын қайттан қойдық. Қалима қылып жүрген ғой жаналар. Бәрін дұрыстап, тойлап, кешке жақын бәріміз әйелдерімізді алып келіп үйге келіп отырдық. Мен енді сіздерге айтайын деген құрметті көрермендер, қазақтың кең байтақ жерін біздің ата-бабаларымыз найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған. Ешқандай жерде жоқ қой. Найзаның ұшымен, допингтің күшімен деген. Қазақтың допингі ол біздің қымызымыз, шұбатымыз, етіміз. Аман болсын қазақ елі. Осы әйелмен допинг ішеді ау деймін да мен. Допинг ішеді, точно ол допинг ішеді. Өйткені ол келін болып түскен кезде аспириннен басқа ештеңе ішпейтін адам ғой. Момын, қой аузынан шөп алмайтын адам кәдімгі. Ойбай, менің әйелім ба деп бүйтіп. Кейін ол допинг ішті. Я атасынан қорықпайды, я енесінен қорықпайды, я менен қорықпайды. Бір жатқан күш жатқан. Менің әйелім бүкіл әйелдер ішеді қазір допинг. Езгіп жіберген біз алаңыз. Рас қой. Егер әйелдердің қанын тексереді десе, мен әйелін бірінші жіберемін. Егер қанның құрамынан допингтің белгілері табылса, мен осы уақытқа шейін берген ақшаларымды, тапқан табысымды алып қоямын мен. Ол деген сөз, ол деген, мен күштеп тартып алды деген сөз ол. Не деген масқара? Мен өзім ішіп көрейінші дедім шыны керек допингті. Ол қандай әсер береді екен адамға деп іштім. Біреуін іштім, әсер етпейді. Екеуін іштім, чувства жоқ та. 10 іштім. Осыдан 2 жыл бұрын мен осы Астанаға көшіп келдік, әйеліміз екеуміз. Арайлым деген қызым бар, кішкентай, үшеуміз. Мамаға айттым да, мама арайлымды алып қаласыздар ма, біз енді көшіп баратыр, шамалы үй алып алғанша, жағдайым жасап алғанша. Ол мама айтты, ой қой сен қызың деген мазаң, бізге көнбейді, итак 2 балаңды алып қойып жатыр, соған рахмет айт деп. Енді арай жайлы сосын айтам. Сонда мен таң қалдым да, біз примерно 6 ай тұрдық Астанада. 6 айдан кейін әйелім айтты, мен кетем ауылға деді. Мен айтам, неге кетесің? Жұрт деген Астанаға жете алмай жатыр, енді келіп жатыр, қайда барасың десем, маған айтады, Астанада не істейміз дейді. Баратын жер жоқ дейді. Неге жоқ десем, айналып Қаншатырға барасың, Мегаға барасың, Азия паркқа барасың, Сарыарқаға барасың, Бәйтерекке барасың, Думанға барасың, Леуерке барасың. Одан артық не керек бар деймін саған? Не керек енді одан артық саған? Не керек енді? Ауылға айтам дейді. Енді ауылға бардың ал. Ауылға барсаң қайға барасың десем, Әкімжан үйіне барам, Дәурен үйіне барам, Жақсыгүлдің үйіне барам, қайын жұртыма барам, Абайға барам, Сәкенге барам дейді. Мен айтам, сен есің дұрыс па, оларға барғанда не істейсің десем, ол айтады, қанат түсінші дейді. Астанада менімен бірге өсек айтатын адам жоқ дейді. Өсек айтуға қол тимейтін астаналықтар, мерекелеріңізбен. Не қылады екен ішші? Ішшін біздің қызылордалықтар Илья жайлы ешқашан жаман сөз айтқан емес.
Ол өйткені Қызылордаға керек десең спорт алаңдарын жетімдер үйіне, қарттар үйіне көмектесіп жүр. Кішкене адам сондай істей ма? Үшін не, ода тұрған не бар екен? Менде шем арасында. Жоқ, бірақ Иляда қызыға бірақ. Ішкеннен кейін көзге түспей жата қалу керек қой. Жоқ, Иля ол еркек. Ол ер азамат, жігіт. Ішше қойып кете алады. Ол подап етіп аларға қиын да. Әйел адам бір ішше тоқтамайды, оны білесіздер. Мен соған ренжимін. Мен жалпы допинг деген не деген сұраққа жауап іздедім ғой интернетке кіріп. Сөйтсек, допинг деген сөз ағылшын тілінен аударғанда доп деген күшті деген мағынаны білдіреді екен. Ал допинг деген, енді білмеймін, мен өзгесін айтамын оны. Сол доп күшті деген мағынаны білдіреді екен. Мен ойлап қоямын, сол допинг енді адамға ішше күш береді екен. Анан ішкен адам оның қорықпайды екен кәдімгідей. Мен сол ойлап жүрмін, мен бір-екі сағат передозировка сондай болып қалдым, шамалы бір-екі сағат. Сол бір екеуін ғана ашып күттім. Былай күттім, бүйтіп жүрдім. 200 километр жүріп тастаппын сөйтіп. Мына күшті екен ғой деп бір идея келді маған. Ой келді да, менің бір ауылда досым бар. Байғұс, ана момында. Бала кезімде тайғұлындай тебісіп өскен жан досым енді. Шаңырақ қалай көтерді, әйел басып тастады ғой ана. Қашады ғой көшеден, әйел қуып жүріп ұстап алады да, оқтау тәбішке демейді, ұрат жұрттың көзінсе. Мен айтам, жаныма шейді, ей досым, еңсеңді көтерсейсің шамалы. Баяғыда тайғұлындай тебісіп өстік қой, тебісей сөйтіп. Айтқан істемейді, сосын ойладым, бір допинг берейші осыған деп. Бір кейін қайтарсыншы әйелінен деп. Екі түйір допинг бердім. Анан іші бағаннан кейін анаған әсер етті ғой. Әйелі қуады ғой, жеткізбейді. Қашып кетеді бірден. Мен мықты екен деп қалдым допингтің үшін. Мен Қалжан Ақын дейтін ауылда, мен ғана емес, досым ғана емес, бүкіл еркектер басып. Әлемде қанша ұлт бар, астанасы жоқ. Ал біз жылда астанамызды тойлаймыз. Құтты болсын Астана деп бір қошемет қойдық. Негізінен құрметті көрермендер, мен қазір ренжіп жүрмін. Мен ренжіп жүргенде бір әшейін ренжіп жүрген жоқпын. Өте қатты ренжіп жүрмін. Өте қатты ренжігенде де кәдімгі өте қатты бүтін оннан өте қатты ренжіп жүрмін. Жоқ деймін да, менің жерлестеріме күн бермейді ешкім. Бүкіл әлем, олимпиада, жаңа спорт бір комитеттері айналып кеп Ильяға тиісе береді. Мен айтам, о олимпиадаға бармайды ол. Болды, спорттан шектетіледі дейді. Мен айтам, мен нелерің бар о балада? Не істеп қойды сендерге? Не істеп қойды десем, ол айтады, айнал-айнал қанат түсінсейші дейді. Ол допинг ішкен дейді. Іші не алады екен? Кім ішпей жатыр о допингті? Не ішіп алып сендерге бірдеңе деп жатыр ма ол? Біреудің мазасын алып жатыр ма? Біреуді қиратып жатыр ма? Ішкеме ақылмен ішіп жүр ол. Көтер деген теміріңді көтеріп жатыр. Туыңды желбіретіп жатыр.